Сәлеметсіздер ме оқушылар? Сабақтың тақырыбы халықтар достығы туралы шығарма. Сабақтың мақсаты тыңдалған мәтіннің негізгі мазмұнын түсіну және нақты ақпаратты анықтау, берілген сұрақты дұрыс түсініп, лайықты жауап беру және шағын диалогқа қатысу. Бағалау критерийі тыңдалған мәтіннің негізгі мазмұнын түсінеді және нақты ақпаратты анықтай алады, берілген сұрақты дұрыс түсініп, лайықты жауап бере алады, шағын диалогке қатыса алады. Сабақтың жаңа сөздермен таныс болыңдар, жаңа сөздерді сөздікке көшіріп алыңдар және жаңа сөздер мен сөз тіркестер, сөйлемдер құрастыруға тырысыңдар. Заңғар, выдающийся, зерттеуші, исследователь, сыйлығының иегері, обладатель премии, көрнекті, видный, өзге, другой, бауырына басу, приютить, қабылдау, принять. Ребята, с новыми словами постарайтесь составить словосочетание и предложение. Мәтінмен жұмыс. Мәтінді мұқият тыңдап, тапсырмаларды орындауға кірісеміз. Внимательно послушайте текст. Мұхтар Мұқанұлы Мағауин 1940 жылы 2 ақпанда Семей облысы, қазіргі Шығыс Қазақстан облысы, Шұбыртай ауданында туған. Мұхтар Мағауин тарихшы, көрнекті жазушы, қазақтың ауыз әдебиетін зерттеуші, ғалым. 1962 жылы Қазақ мемлекеттік университетінің филология факультетін бітірген. Жазушыға Аласапран атты тарихи романы үшін Абай атындағы мемлекеттік сыйлық берілген. 1984 жылы Қазақстанның халық жазушысы, 1997 жылы Түркияның халықаралық түрік дүниесіне қызмет сыйлығының иегері, 2002 жылы Тарлан сыйлығының лауреаты атанған. Мұхтар Мағауин соғыс жылдарында қазақ халқының өзге ұлт өкілдерін бауырына басқан туралы шығарма жазды. Ол бір атаның балалары повесі. Шығармада Зигфрид деген 8 жасар неміс баласын қазақ отбасының қалай қабылдағаны туралы айтылады. Ал енді оқушылар тапсырма орындауға кірісейік. 4-ші тапсырма мәтінге сүйеніп ақпараттың дұрыстығын тексер. Опираясь на текст, нужно проверить правильную информацию. Мұхтар Мұқанұлы Мағауин 1940 жылы 2 ақпанда Семей облысы Шұбыртай ауданында туған. 1962 жылы Қазақ мемлекеттік университетінің тарих факультетін бітірген. Мұхтар Мағауин тарихшы, көрнекті жазушы, қазақтың ауыз әдебиетін зерттеуші, ғалым. 1984 жылы Қазақстанның халық әншісі атағын алған. 2002 жылы Тарлан сыйлығының лауреаты атанған. Жазушыға Аласапран атты тарихи романы үшін Шоқан атындағы мемлекеттік сыйлық берілген. Дескрипторға назар аударыңдар. Ақпараттың дұрыстығын анықтады 3 балл, қазақ тілінің тән дыбыстарын дұрыс айтты 2 балл. Келесі тапсырма, көршіне төмендегі сұрақтарды қойып диалог құрыңдар. Нужно уметь задавать вопросы и вступить в диалог. Мұхтар Мағауин кім? Ол кісі қай жылы туған? Қай университетті бітірген? Жазушының қандай атақтары бар? Дескрипторға назар аударыңдар. Обратите внимание на дескриптор. Сұрақтарға жауап берді 4 балл. Қазақ тілінің тән дыбыстарын дұрыс айтты 1 балл. Сабақты қорытындылаймыз. Тыңдалған мәтін бойынша Мұхтар Мағауин кім? Үйге тапсырма жазып аламыз. Үй жұмысы келесі сабаққа дайындап келесіңдер.
сөздерді жаттап келесіңдер, және 92-ші бетте 8-ші тапсырманы жазбаша түрінде жазып келесіңдер. 8-ші тапсырмада Мұхтар Мағауин туралы қосымша мәлімет жина. Вам нужно собрать дополнительную информацию из источников про Мұхтара Мағауина. Диаграмманы толтыр, заполнить диаграмму. Требования к диаграмме. Көлемі 4-6 сөйлем, объем у вас должен быть 4-6 предложений. Сын есімді жиі пайдалан, использовать часто прилагательные. Міндетті түрде жаңа сөздерді қолдан. В обязательном порядке нужно использовать новые слова урока. Ал енді сабағымыз аяқталды, оқушылар, сау болыңдар.